Бірінші наурыз елімізде, жерімізде алғыс айту күні екен. Сондықтан да алғыс айту ол біздің қазақ халқының үлкен бір дәстүрлерінің бірі деп айтсақ болады. Бұл жалпы күллі адамзаттық, жалпы ұлттық құндылықтардың біреуі. Сондықтан да ең бірінші алғысымды халқыма айтқым келеді. Осы халқымыздың арқасында, осы телегей халықтың арқасында талай жұмыстар, талай істер, жақсы игі істердің барлығы атқарылып жатыр. Сондықтан да осындай мейірім күн сыйлаған біріншіден ең бірінші асыл халқыма айтқым келеді. Екінші, осы жер бетіндегі аналарға алғыс айтқым келеді. Осы дүниенің жағасын ағартып тұрған, қаншама балаларды өмірге әкеліп жатқан аналарға алғыс айтқым келеді. Одан кейінгі екінші алғысты ақ шашты, ақ басты қарияларымыз, әкелерімізге алғыс айтқым келеді. Осы күллі жер бетіндегі тыныс тіршілікке өмір сыйлап тұрған әкелерімізге мың алғыс. Одан кейінгі жер бетіндегі біздің мейірімді, шуақты балаларымызға рахмет. Осы балалардың барына, осы балаларымыздың мейірімді болып өсіп жатқанына күллі адамзатқа рахмет айтқым келеді. Алғыс ол жан рахымының күні деп айтсақ болады. Сондықтан да барлықтарыңызға мың алғыс. Бір-бірімізге мейірімді болайық, бір-бірімізге қарайласып жүрейік. Сонымен ғана өмір өте мәнді болады деп ойлаймын.